Бүгін бізде аймақтық форум, ұстаздарға арналған форумның екінші кезеңі өтіп жатыр. Бұл форум жас ұстаздарды шығармашылыққа жетелейтін, табысқа жетелейтін форум. Ұстаздарымызды қолдау мақсатында өткізіліп жатыр. Сондықтан бұл форумның мақсаты анық, маңызы өте зор. Ұстаздарымыз білген, көрген, үйретіп енгізсе, нұр үстіне нұр болмақ. Сыныптың құрамында әртүрлі отбасылар болады. Толық емес отбасы, немесе ажырасқан отбасы деген сияқты. Осы отбасылардың әртүрлі балалар шығады, әртүрлі оқушылардың, әртүрлі мінез құлықтағы оқушылардың барлығын бір топта жұмылдырып, бір топта, бір толқында олардың барлығының бірге дос болуына қандай жағымды психологиялық ахуал тудыру керек деген өзімде көкесі сұрағым болған. Сол сұрағыма Ануар Жұмабай мырзадан жауап алдым. Осы жауап алғаныма өте қатты қуаныштымын. Енді мен қалай жұмыс жасау керегін білемін. Бұл аймақтық форум өз деңгейінде керемет нәтиже көрсетті. Жас педагогтардың білмейтін тұстарымен жаңа бір сатыға көтерілгендей болдық. Айтады ғой, білетінім 19, білмейтін 99 дегендей. Сол секілді жаңа сатыға көтеріліп, жас педагогтардың жаңа ынтасын ашқандай болды. Ұстаздық ету ол өз уақытын ұту емес, өзгенің уақытын аялап, өз уақытында аямау демекші. Ұстаздық та оқушымен бірдей достық қарым-қатынаста болып, қашанда биік шыңға көтерілді, айқын нәсіп етті бүгінгі форум. Әртүрлі жас мамандарға арналған жақсы форум өтіп жатыр. Бізде бұл жерде меңгеріп жатырғандарымыз да көп. Ертең өзіміз мектепке барғанда да балаларға үйрететін көп нәрсе алып жатырмыз. Біз үшін мотивациялық идеялар берген мұғаліміміз өте жақсы, керемет идеялар айтты. Мотивация берді, жас мамандарды қолдау үшін өте керемет форум болды. Бұл форумнан біздердің үйренеріміз өте көп. Заманауи үлгіде сабақ өткізуді үйреніп жатырмыз. Әр пәнді әртүрлі қызықты етіп өткізуді үйреніп жатырмыз және көптеген әріптестерімізбен танысып жатырмыз. Осындай шара ұйымдастырып берген облыстық қалалық білім бөліміндегі басшыларымызға үлкен рахмет айтамыз. Осы форумнан кейін өзімнің шәкірттеріме, оқушыларыма керемет ақпараттар апарып, жаңа методикалар апарып, барлығын өзім ұйымдастыруға уәде беремін. Өте керемет мотивация болды маған. Осындай форумдар, осындай шаралар көптеп болып тұрса жақсы болар еді.